Сәлем достар, біздің қоғам ең үздік футболшы, ең әдемі ару, ең бай адам, ең ауыр қылмыс сынды рейтингтерді жақсы көреді. Не болмаса, шетелдік азамат қазақ әндерін тыңдады, Қайрат Нұртас әйелімен ажырасқалы жатыр, биыл ана атанған 10 әртіс сияқты видео қарағанды жақсы көреді. Өйткені өкінішке қарай бізде көпшілік ілімге, экономикалық, әлеуметтік ахуалға, саясатқа қатты қызығушылық танытпайды. Бүгін мен сіздерге YouTube аудиториясы жақсы көретін үздік топ 10-дық жайын сөз етемін. Бірақ шығарылым әртістер емес, саясаткерлер жайында болмақ. Біле білсеңіз, 2009 жылдан бері стратегия қоғамдық қоры сараптамалық бағалар негізінде орталық деңгейдегі саясаткерлер мен басқарушылардың рейтингін құрады. Сараптама басқарушылар жұмысының әрбір 90-дағы нәтижелері бойынша жүргізіледі. Жұмыс 3 критерий бойынша бағаланады. Ол бедел, яғни тұлға ретінде, тиімділік, менеджер ретінде және перспектива, саясаткер ретінде. Бағалау 1-ден 7-ге дейінгі балмен есептеледі. 1 ең төмен, ал 7 ең жоғарғы көрсеткіш. Сонымен, осы 90-дық сауалнамаға 24 сарапшы қатысқан екен. Ендеше Қазақстандағы ең беделді тұлғалардың тізімін бірге қарап шығайық. Бірінші орында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Екінші орында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы Кәрім Мәсімов. Үшінші орында Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин. Төртінші орында Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасы төралқасының төрағасы Тимур Құлыбаев. Бесінші орында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев. Алтыншы орында президенттің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әсет Исекешев. Жетінші орында президент әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов. Сегізінші орында Назарбаев қорының қамқоршысы Болат Өтемұратов. 9-шы орында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кеңесінің басшысы Махмұд Қасымбеков. 10-шы орында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының көмекшісі, Қазақстан Республикасы президент ісі басқарушысының бірінші орынбасары Абай Бейсенбаев. Бұл тізімнің мән-жайын түсіну үшін алдыңғы, яғни 2021 жылдың қаңтар-наурызында болған көрсеткішпен салыстыру керек. Екінші 90-да бұл тізімге жартылай жаңартылғанын көруге болады. Мысалы, 3 ай бұрын тізімнен шығып кеткен президент әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов пен президенттің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әсет Исекешев оралды. Ал Назарбаев қорының қамқоршысы Болат Өтемұратов бұл ондыққа тура 1 жылдан кейін оралып отыр. Парламенттік сайлау кезіндегі белсенділіктің арқасында 1-90-да бұл тізімде болған Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Бауыржан Байбек ондықтан бұл жолы шығып кетті. Айтпақшы, бұл рейтингте үкімет басшысы неге жоқ деп таңғалып отырған боларсыз. Мамин бұл жолы тек 12-ші орынға жайғасты. Сарапшылардың айтуынша бұған себеп Мамин басқарып отырған үкімет жоғары жақтында, халықтың да қолдауынан айырылып бара жатыр. Ең ықпалды тұлғалар тізімінде әйелдер жоқ екен. Әзірге деп санайық. Бірақ алдыңғы рейтингтерде қарап шықтым. Онда да ондыққа кірген әйел адамның есімін таппадым. Тек бұл рейтингтің 63 позициясының ішінде 6 әйел бар екен. Соңғы көрсеткіш бойынша 18-ші орында республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова тұр. 45-ші орында ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева. 50-ші орында мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова. 53-ші орында ұлттық банк төрағасының орынбасары Мәдина Әбілқасымова. 60-ші орында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанова және 63-ші орында Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Азимова тұр. Жалпы бұл рейтинг беделі, тиімділігі, перспективасы бойынша құрылғанын атап өттік. Енді бұл параметрлердің әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Бедел дәстүрлі түрде басқа аспектілерге қарағанда жоғары бағаланады. Бұл 90-ның қорытындысы бойынша бедел көрсеткішінде топ 10-дықта Тоқаев, Мәсімов және Нығматуллин көш бастап тұр. Бұл жолы үздіктер үштігіне Атамекен төрағасы Тимур Құлыбаев та қосылды. Тиімділік алынған бағалауларға сәйкес 5-ке менеджер ретінде өзінің тиімділігін ешкім көрсеткен жоқ. Тіпті рейтинг көшбасшысы президент Тоқаев 4,91 балл алды. Сарапшылардың пікірінше 2020-2021 жылдары елдегі жағдайдың құлдырауы байқалады. Егер 2019 жылы фантомдық әдеті бойынша шартты кітапхана әлі де процестерді басқарса, 2020 жылы ескі команда жаңа командаға белсенді өкілеттік берді. 2021 жылы ескі команда тұруға және кетуге дайын, ал жаңасы әлі дайын емес сияқты.
Перспектива параметрі бойынша топ 10-қты Тоқаев пен Нығматуллин бастап тұр. Бұл ретте Мәсімовтың перспективасы 5-ші орыннан 3-ші орынға көтерілгенін Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевқа қарағанда төмен бағаланған. Бұдан басқа білім және ғылым министрі Аймағамбетов, Қошанов, Исекешев және Байбек перспектива бойынша өсім көрсетті. Ақпараттық ашықтық факторы. 2021 жылдан бастап саясаткерлерді бағалау 4 параметр бойынша жүргізілетін болған. Бедел, тиімділік және перспективаға ақпараттық ашықтық параметрі қосылды. Бұл параметрдің маңызы рейтингтегі қорытынды орналастыруға әсері басқа 3 параметрден асып түсті. Сонымен қатар, кейбір саясаткерлер өз қызметінің ерекшелігіне байланысты қарқынды ақпараттық қолдауды қажет етпейтіні ескерілді. Сондықтан бұл параметрді тәуелсіз көрсеткіш ретінде қарастыру туралы шешім қабылданды. Сонымен сарапшылардың пікіріне сәйкес, ақпараттық алаңда президент пен парламент палаталарының төрағаларынан басқа Аймағамбетов, Байбек, президенттің көмекшісі Ерлан Қарин басты тұлғалар болып табылады. Бұдан басқа ақпараттық белсенділік бойынша топ 10-дыққа президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаев, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин, ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева, денсаулық сақтау министрі Алексей Цой кірді. 90 серпілісі. Бұл жолы 90 серпілісі деп Ерлан Қошановты санауға болады. Ол жалпы рейтингте 15-ші орыннан 7-ші орынға көтеріліп, 2021 жылдың 2-ші тоқсандағы ең жақсы саяси басқарушы болды. Одан кейін аталған тізімнің экс-көшбасшысы Байбек мырза тұр. Көшербаев пен Тілеуберді орташа бағалды. Абаев пен Кариннің рейтингтеріне қарап, олар әлі де беделге ие емес екенін болжауға болады. Міне, бүгінде еліміздегі басқару элитасының жұмыс көрсеткіші бұндай. Ал сіздің ойыңызша Қазақстандағы ең беделді, ықпалы мықты тұлғалар кімдер? Аталған тізімге кімді енгізер едіңіз? Жалпы бұндай сараптама қаншалықты қажетті әрі тиімді деп санайсыз? Ойыңызды комментарийде қалдырыңыз. Арнаға жазылып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Шолпан Сағадат. Көріскенше.